Осы тұста бөле жарып айтатын бірнеше дерек бар. Біріншіден, Алматыдағы универсиада қатысушы елдердің саны бойынша рекорд жасады. Екіншіден, ойындарды ұйымдастыру, өткізу шараларына жұмсалған шығын көлемі бойынша ең үнемді болды. Соңғысы қысқы универсиада тарихында алғаш рет Алматыда бүтін бір атлетикалық ауыл бой көтерді. 2 жыл салып келетін студенттер жарысындағы әттеген ай мен әп бәрекелдімізді әріптесім Қанат Базылхан еске салады. Қатысушы елдердің саны жөнінен өзіндік рекорд орнатқан Алматы универсиадасы көрермендер тарапынан да үлкен қызығушылық тудырды. Алғашқы жарыс басталғаннан көрермендер саны артып, билеттер тапшылығы байқалды. Мамандар жұрттың сұранысын қанағаттандыру үшін шетелдік қонақтар мен туристерге арналған қосымша билеттерді сатылымға шығарды. Ұйымдастырушылар универсиадаға кеткен шығынның бір бөлігін осы билеттерден қайтарып аламыз деп отыр. Алматыдағы универсиада сайыстары Олимпиада додасынан кем болған жоқ. 12 спорт түрінен өткен жарыстарда мықтылар оза шапты. Қазақстан құрамасы кешенді сынға 171 студент спортшыны қосып, жалпы командалық есепте 2-ші орынға ие болды. Әсіресе фристайлшы қыз-жігіттеріміз жарады. Қысқы универсиада ойындарында ұтып алған алтынның тең жартысы осы фристайл шеберлерінің еншісінде. Шаңғы мен шыр айналған саңлақтарымыз 5 алтын, 1 күміс, 3 қола иеленді. Бәрі айтады ғой, бір ұтсаң, оған етің үйренеді. Отқың ары қарай отқың да келе береді. Сол сияқты алдымызға қойған мақсатқа Құдай қаласа бірінші олимпиадаға түсіп алу, жүлдені алу, лицензия дейді ғой. Трасса қиын болған жоқ, өйткені бұл трасса стандартный трасса, барлық жердікімен бірдей. Бізге даже жалпы ұнады. Қазақстан қоржынына қос-қостан алтын салған спорттың бірі шаңғы мен биатлон бәсекесі. Алатаудың етегіндегі кешенде жерлестеріміз жалпы саны 5 алтын, 5 күміс, 7 қола медальдің иегері атанды. Бұл универсиада елімізде талантты жастардың өсіп келе жатқанын байқатты. Биатлоншы Галина Вишневскаяның бір өзі кешенді сыннан 4 жүлде алып, мамандардың сенімін ақтады. Мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, конькимен жүгіру, шайбалы хоккейден де қазақстандықтар үздіктер қатарынан көрінді. Кешенді сындарды ұйымдастырудан тәжірибе жинаған Қазақстан енді Олимпиаданы өткізуге ұмтылады. Студенттер арасындағы кешенді сайыс 2 жылдан кейін Ресейдің Красноярск қаласында өтеді. Мынау студенттік федерацияның басшылары бәрі айтып отыр, сіздер осы олимпиадалық ойынды өткізуге дайынсыздар деп. Шынында бір ғана объект керек, саны биатлонный кешен керек, қалғаны бәрі дайын. Халықаралық жарыстардың пайдасы осы бұқаралық спорттыға өз үлесін қосады. Сондықтан жасап жатқан істердің бәрі осы елге, халыққа, жастарға арналып жатыр деп білеміз. Мемлекеттің абыройын асқақтатқан спорттық сайыс ФИСУ тарапынан жоғары бағасын алды. Ендігі меже қысқы олимпиада ойындары. Қанат Базылхан, Батырбек Қадылбек, қорытынды жаңалықтар, Алматы.